Былтыр республика боюнча кәмелетке толмагандарды бейимдөө орталыктарына 6200-ге жуық бала жеткизилген. Бұл салыстырмалы түрде алганда 2022 жылғы көрсөткүчтен 35%-ке артык. Нақты айтканда ол кезде 1700 гана жасөспүрүм тиркелген эди. Полиция органдары және отбасыларды қазіргі уақытта тексеріп жатыр. 23 жылы 660-ға жуық ата-ана құқығынан айырылды және 340-тан астам ата-ана құқықтарына шектелді. Былтыр елімізде 12 мыңнан астам ата-ана өз міндетін дұрыс атқармаған үшін жауапқа тартылған. Олардың басым бөлігіне әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 127 бабы бойынша 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салыныпты. Ал егерде түнгі уақытта қадағалаусыз жүрген болса, онда ескерту және 3 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салады. Егер қайталанған жағдайда 5 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Мен ата-ананың бала тәрбиесі үшін жазылғанын дұрыс деп есептеймін. Неге? Себебі ұяда не көргенсе ұшқанда соны іледі. Өйткені ата-ананың мейірімі, тағылымы балаға үлкен қасиет сыйлайды. Шығыстың бір сөзі бар: балаға қастандық жасағың келсе, еркелетіп өсір. Себебі ол бала еркелеп өскенден пайда жоқ. Ал өзінің тамырын білетін, өзінің отанын сүйетін, ата-ана тәрбиесін ұға білетін бала болып шықса, онда ол балада үлкен мейірім. Ал бұл жайлы қала тұрғындары қандай пікірде? Әкесінің ісі үшін баласы жауап бермейді дейміз. Ал перзентінің әрекетіне ата-ана кінәлі ме? Ол үшін айыппұл салған дұрыс па? Халық айтсын. Жоқ, енді дұрыс шығар, балаларды енді тәрбиелегенде дұрыстап тәрбиелеу керек. Сондықтан енді ол дұрыс тәрбиелемесе, мүмкін дұрыс та шығар. Баланы окружениесі тәрбиелейді ғой негізі. Үйден көрген тәрбие ең басты емес деп ойлаймын. Бұл негізі дұрыс емес сияқты. Айыппұлмен бала тәрбиеленбейді. Айыппұл салып керек емес. Жаңағы мына жақта жұмыс жасау керек қой. Өкімет жақтан, басқа тарап жақтан, және әке-шешесіне түсіндіріп, қалай баланы тәрбиелеу керек екен дегенде. Статистикаға сүйенсек, қиын жағдайға тап болған балалардың көбі Шымкент, Астана, Алматы қалаларында тіркеледі. Ал ең аз көрсеткіш солтүстік өңірлерде дейді сала мамандары. Жалпы кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына 4 санаттағы балалар түседі. Бұл бірінші жаңағы ата-анасының қарауынсыз қалған, немесе жетім қалған балалар. Екіншісі жаңағы қадағалаусыз және панаусыз қалған балалар, және арнайы девиантты мінез құлықты балаларға арналған интернаттарға сот қаулысымен баратын балалар, және өмірлік қиын жағдайда қалған балалар түседі. Бейімдеу орталығында балалар 6 айға дейін болады. Ал мінез құлқында ауытқуы бар жасөспірімдерге арналған интернатқа жіберілген жағдайда осында 30 күн қадағаланады. Мұның барлығы соттың шешімімен жүзеге асырылып, заңдық тұрғыда баға беріледі.